Қазір қаламыздағы авариялық ахуалы жоғары деген орындарға ол жерге өзгеріс енгізу, жолдарды кеңейту, жарықтандыру, жер асты, жер үсті жаяу жүргіншілер өткелдерін салу, жол кептелістерін болдырмау, солар бойынша біз жергілікті атқарушы органдарға ұсыныстар, ақпараттар, кемшіліктер бойынша хаттар жолдап отырамыз. Қазіргі уақытта екі жерде мысалы жолданған ұсыныстарымыз қолдау тауып, қала әкімдігінен қазір Ақтау аэропорт тас жолы, Honda центр орталығынан ДСУ 66-ға дейінгі аралық 4 жолақты жол желісіне реконструкция жұмыстары жүргізіліп, қазір кеңейту жұмыстары басталып кетті. Теңіз жағалауы Приморский елді мекені арқылы. Номер 14-ші автожолы толық құрылыс жұмыстарын аяқталып, қазіргі таңда пайдалануға берілген. Оның ішінде мына Химик аялдамасы, автобус аялдау орындары жаңадан салынып, жаяу жүргінші өтпелері орын ауыстыруына байланысты қауіптілігі жоғарылаған болатын. Ақтау қалалық әкімшілік полиция бөлімі мен жергілікті атқарушы органдарға жазбаша нұсқаулықтар арқылы мына өздеріңіз көріп отырғандай күн сәулесінен энергия алатын жарық құрылғысы орнатылған жол белгісі орнатылды. Қазіргі таңда қала ішінде қауіпті деген жаяу жүргінші өтпелеріне дәл осындай жол белгілерін орнататын боламыз. Қала бойынша мына өздеріңіз көріп отырғандай қосымша жарықтандыру құрылғылары орнатылды. Алдағы уақытта қала әкімдігінің айтуы бойынша қаладағы 180 жаяу жүргінші өтпесін қосымша жарықтандыру құрылғыларын орнататын болып, солай уәде беруде.